бір дүниелер бар енді. Біз өзіміз тойда көріп жүргеннен кейін асабалардың енді халал тойға қатысы жоқ қой, халал емес тойда деп айтайыншы. Асабалардың мас күйде жүргізуін қалай ойлайсыз? Дұрыс емес қой енді, былай қарасаң біреудің қуанышының бітішін шығарып соңында жаңағы тілек беруге шамасы келмей, сөйлеуге шамасы келмей қалатын, сөйтіп өзімен бірге енді жаңағы әуенмен әрлеушісі музыканттары шығып тойды өзі аяқтап жататын уақыттары болады. Асабалар осы тұрғыда бір дұрыс емес деп ойламайсыз ба енді? Біреудің қуанышын келіп айтатын жаңағы сылтаулар андай, жаңағы біз өзіміз қызып алсақ тойда қызықты болады деген сияқты дүниемен шығады да. Ал десек те енді біреудің қуанышына немқұрайлылық деп ойламайсыз ба оны? Мен негізі асабалар, сіздер тыңдаңыздар. Жас сөйлеп жатыр деп ойламаңыздар. Ол біреудің қуаныш тойы, мүмкіндік болса емес, вообще біреудің қуаныш тойында ішпеңіздер. Өйткені ол көптен күткен тойы. Сол адамның той иесінің көптен күткен тойы. Ол мен өзім ойым мүлде дұрыс емес. Өйткені сіз тамада қылып шақырасыз да, бірақ тойдың аяғында ол тамада емес, былай айтқан кезде алкаш дейді ғой, солай болып қайтқан ол өте дұрыс емес. Осындай моменттерде болғам. Өз басым болғам. Өзіңіз сонда не істегенсіз? Тойға жаңа барып масан күйде қайтып келген уақыттарыңыз ба? Жоқ, былай болған. Мені музыкант әнші қылып шақырады тойға. Бірақ ол тамада мен білемін ішетін. Бірінші тілек, бірінші дастархан зор өтеді, әдемі өтеді. Екінші дастархан бірінші, екінші тілек жақсы өтеді да, одан ары қарай уже тамада шайып кетеді. Неге? Өйткені олар ішіп алады. Ішіп алған тойда ол тамада сөйлеген сөзі өзі өзгере бастайды. Сосын мен айтам, аға, көке, ағадай, сіз отыра беріңіз, мен өзім аяқтап беремін. Мен өз басым ішпеймін. Көп тойға мен запасный тамада қылып мен соған шақыратын көбісі. Оның арқасында мен Аллаға шүкір қазір тамада болып кеткен шығармын деп ойлаймын. Өйткені тойда сізге толық тойды ешкім беріп қоймайды, бастапқысында. Сөйтіп арасында шығып өзіңізге опыт жинайсыз. Сосын толық тойды алып, басқарып, уже өзіңізге уверен болған кезде толық тойды ала бересіз. Түсінікті. Қазақта қазір той көп, өте көп. Енді шыр етіп сәби дүниеге келгеннен бастап қартайған шайғына дейін адамдар той жасап жатады. Соның арасында енді мектеп бітіру тойы дегенде қаптап кетті. Сіздің ойыңызша қазір той көп. Қазаққа нақты керек қандай тойлар? Қазаққа нақты 60 жас, 70 жас дейді, зейнет жас дейді, гауһар той дейді, алтын той деген сияқты тойдың да түрлері көбейіп кетті. Мен мынау этнограф ғалымдардан естідім, қазақта ол үйлену той болған, сүндет той ғана болған дейді. Қалған тойлар болмаған деген сияқты дүниені айтып жатады. Иә, өйткені тілашар той, ол кішкентай мектеп бастапқы кезде тілашар той дейді. Сосын қазір сүндет той дейді, тұсауын кеседі. Ер жігіт мұсылман болады, сүндет той ол. Ол болу керек. Өйткені қазақ біз өзіміз мұсылманбыз ғой. Содан официальный мұсылман болады да. Оған жаңа официальный мұсылман. Оған енді официальный уже андай қалай айтсам болады. Официальный мұсылман болғаннан кейін ол тойды әр қазақ істеу керек, ата-ана істеу керек. Сіздің ойыңызша міне сүндет той керек. Сүндет той керек. Сосын қазір андай тойлар да көбейіп кетті ғой. Армияға барып келсе той істейтін болған. Иә, көрдік оны да. Оны да көріп жатырық. Ол қажет емес. Ол вообще қажет емес. Өйткені ол соғысқа барып келген жоқ. Бір Афган соғысында болған жоқ. Ол бір жылға барып келді. Қазір 45 күнге барып келгенде сондай той істеп жатыр. Мен өзім бір-екі ондай тойда болдым. Жақсы. Сүндет той керек. Тағы қандай той керек? Үйлену той керек. Үйлену той керек. Болды. Сүндет той мен үйлену той болса болды. Осы екеуі керек. Енді қазір қыз балалар ренжитін жерін көріп отқан. Ұзату той. Негізі кезінде аталарымыз ұзату той болмаған. Алып қашқан. Сосын қазір уақыт өзгеріп, заман өзгеріп, мен уже жайлап қыз ұзату деген нәрсе қосылды. Сосын қазір Аллаға шүкір жегеніміз артында, жемегеніміз артында бәрінсе бар. Әке-шешесі 60-70-ге толған кезде ол тойды да істейік деп жатыр. Ол тойды да істеп жатыр. Пенсияға шыққан оны да істеп жатыр. Ол неге? Таза шығын ғой. Таза шығын. Ол қажет емес. Ол қажет емес. Сіздің асаба Жеңіс Рашидұлының ой пікірі бойынша қазаққа екі той керек. Бірінші сүндет той, екіншісі үйлену той. Қалған тойлар қажет емес. Қалған тойлар қажет емес. Бірақ мен айтқанмен ол тойлар тоқтап қалмайды. Өзіңіз де білесіз. Мүмкін енді асабалар бір септігін тигізе алатын шығар ол нәрсеге. Қалай септігін тигізуі мүмкін сіздің ойыңызша? Енді қыз ұзату той қазірде уже халыққа сіңіп кеткен той. Оны тоқтатамайды. Кезінде тоқтатуға болатын еді. Бізде ондай болмаған, қазақ салт дәстүрінде ондай жоқ деп тоқтатамайды ол тойды. Сосын мектеп бітірген диплом алған, оны да тоқтатамайды. Өйткені баласы диплом алып жатыр, әке-шешесі қуанып, қуанышына той істеп жатыр.
оны ешкім айтпайды ғой. Мысалы сіздің балаңыз диплом алды да, сіз қуаныштан той жасайын деп жатсыз. Той істеме десе, бүйтіп қарайсыз да, өзім басым бар ғой, той менікі, істеп жатқан мен дейсіз, сіз по-любому той жасайсыз. Сол сияқты әр той ол по-любому істейді халық. Біз айтсақ та айтпасақ та ол той жасалынады. Енді мен өз ойым сол 2 той болған жақсы. Жаңағы сүндет той, сүндет той және үйлену той. Үйлену той ол өйткені неге үйлену той? Алып аққан келіні алғашқы рет ақ көйлек кию керек. Өзінің ақтығын, андайлығын, қалай айтсам болады, өзінің киелі екенін, ақтығын үйге алып келу керек. Ол той обязательно болу керек ол той. Түсінікті. Енді қазақи дәстүрлі тойда айтып жатырмыз, шоумен асабалар жүретін шоу тойларда айтып жатырмыз. Одан бөлек қазір енді франциялық стилде, еуропалық стилде деп той сұрайтындар бар ма, сондай халық? Олардың мынау кәдімгі дәстүрлі тойдан не айырмашылығы бар? Енді ол тойлар, мен өз басым болмағам, ағаларым болып жатыр, мен ол жерде сұрамаппын, шыны керек. Қызықпаппын. Мен өзімнің сценариім шоумен, мен только шоумен тамадаларды көремін, солардан жаңа ой алам, болды. Ондай тойларға пока қызықпаппын. Енді келе жатқан жастар сол стилда шықпаса, біз дәстүрлі мен шоуменде сол күйге қаламыз. Түсінікті. Рахмет. Нақты ойым. Көрерменге айтар бір ой пікіріңіз болса, сонымен бізде қорытындылайық, бізге де берілген уақыт келіп жатыр. Көрерменге деген ой пікірім, тойға көп шашылмаңыздар. Өйткені ол жаңағыда айтып кеттім, ол таза шығын. Сосын қазақтар кредитке алып той жасамаңыздаршы. Ол ең жаман нәрсе. Оны алуға аласыздар, оны төлеу бар, басқасы бар. Сосын тағы шоумендерге айтарым, жас шоумендерге, тойда жүрген асабаларға біреудің қарындасын, біреудің сіңлісін, біреудің әпкесін, мамасын ойынға шығарып білгеніңізді істемеңіздер. Ол өте ұят нәрсе, қазаққа келмейтін нәрсе. Осыны қойсаңыздар, қазақтың тойы керемет өтеді. Одан басқа да ойындар көп қазірде. Ойлап табыңыздар, ізденіңіздер, кітап оқыңыздар, содан жаңа идея шығарыңыздар. Бірақ жаңағы сен айтып кеткендей, ұяттық тірлік ойынға бармаңыздар. Сосын қазақ халқына мүмкіндік болса халал той істеңіздер. Халал той істесеңіздер, бүкіл халықтың есіне қалатын той. Айтарым осы халыққа. Көрермен, бүгін бізде қонақта студиямызда әдемі сұрақтарымызға жауап берген асаба Жеңіс Рашидұлы. Бұл Барс Медиа YouTube арнасы, арамызға жазылыңыздар. Бүгінгі шығарылым бойынша ой пікір қалдырыңыздар. Сіздер үшін той деген не? Сіздің үйіңіздегі той қалай өтті? Пікірге ой пікір жазды ұмытпаңыздар.